Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз қосылыстар формулаларын құрастыру тақырыбын өтеміз. Сіздер 7-ші сыныпта валенттілік бойынша химиялық формулаларды құрастыруды үйренгенсіздер. Алайда кейде химиялық формулаларды басқа нөлдік қосынды деп аталатын әдіспен де құрастырады екен. Бүгінгі тақырыптан сіздер нөлдік қосынды әдісімен қосылыстардың формуласын құрастыруды үйренесіздер. Тотығу дәрежесі дегеніміз не? Жалпы тек иондардан тұрады деп болжап, есептеумен табылған атомдардың шартты зарядын тотығу дәрежесі деп атаймыз. Егер атом электрондарын берсе, оң тотығу дәрежесін, ал электрондарды қосып алатын болса, теріс тотығу дәрежесіне ие болады. Тотығу дәрежесінің мәні қосылыстағы элементтің валенттілігіне тең болады. Яғни тотығу дәрежесі міндетті түрде сол элементтің валенттілігі болады. Жай заттардың тотығу дәрежесі әрдайым нөлге тең. Металдардың тотығу дәрежелері ылғи оңға тең болса, бейметалдардың тотығу дәрежесі ол кейде оң, кейде теріс болады. Сіздердің периодтық кестеге қарап, оң және теріс зарядты тотығу дәрежелерін анықтауға оңай мүмкіндіктеріңіз бар. Яғни металдар оң тотығу дәрежелерін, яғни периодтық кестенің сол жақ бұрышында орналасқан элементтер металдар болатын, және бейметалдар периодтық кестенің оң жақ жоғары жақында орналасқан. Олар дәрежелері кейде оң, кейде теріс болады екен. Тотығу дәрежесі нөлге тең қосылыстар. Олар жай заттар. Яғни электрондарын ешқайда жұмсамайды, өзара ішінде нөл тотығу дәрежесін көрсетеді. Күрделі заттар, яғни күрделі заттардың құрамында атомдардың тотығу дәрежелерінің қосындысы ол міндетті түрде нөлге тең болу керек. Бинарлы қосылыстардың формулаларын құрастыру алгоритмі сіздерге экранда беріліп тұр. Бинарлы қосылыстардың типтері металл және бейметалдардан тұратын қосылыс. Бұл жерде мынандай ережеге сүйенеміз. Элементтердің таңбаларын тізбектеп жазамыз. Әдетте бірінші орында металл таңбасы жазылады. Одан кейін әр элементтің иондардың зарядын жазамыз. Одан кейін элементтерден кейін нөлдік қосында алынатындай индекстерін қойып шығамыз. Бинарлы қосылыстардың формуласын құрастыру алгоритмінде қосылыс түрлері бейметалдар мен бейметалдардан тұратын. Олар элементтердің таңбаларын тізбектеп жазып, әдетте бірінші орында электр терістілігі төмен бейметалл таңбасы жазылады. Одан кейін электр терістілігі жоғары оң зарядты, теріс зарядты бейметалл атомы жазылады. Әр элементтің иондарының зарядын жазамыз. Бұл формуланы құрастыру алгоритмін міндетті түрде жаттап алыңыздар. Одан кейін элементтерден кейін нөлдік қосында алынатындай индекстерін қойып шығамыз. Яғни теңдеуді құрастырамыз. Енді осы жерде химиялық формулаларды құрастыруға жаңағы ережелерге сүйеніп, біз мына натрий оксидін және күкірт оксидінің формулаларын құрастырып көрейік. Натрий оксидінің формуласын құрастыру. Периодтық кесте бойынша натрий ол металл. Натрий ионының зарядын анықтаймыз. Бірінші топта тұрғандықтан тұрақты бір валенттілікті көрсететін тотығу дәрежесі +1-ге тең болады. Ал оттектің тотығу дәрежесі әрқашан -2-ге тең. Себебі оттек бізде қосылыстарда 2 валенттілікті көрсетеді. Натрий оң зарядталған, сондықтан оны бірінші орынға жазамыз, ал екінші орында оттек жазылады. Крест әдісі бойынша натрий 2O деген формуланы шығарамыз. Келесі күкірттің 6 валентті оксидінің формуласын құрастыру. Формула құрастыру үшін ең кіші ортақ еселікті пайдалану өте қолайлы. Оттектің тотығу дәрежесі -2, олай болса, ол екінші орында жазылады, ал күкірт бірінші жазылады. Күкірттің 6 валентті оксиді деп аталуында көрсетілгендей, оның тотығу дәрежесі +6-ға тең екен. Ең кіші ортақ еселікті табамыз. 2 мен 6-да бөлінетін ең кіші санымыз ол 6. Әр элементтің индекстерін тауып, яғни жаңағы табылған ортақ ең кіші бөлінгіш санымыз 6-ны күкірттің
күкірт үшін индексі 1-ге тең болады. Оны формулаға 1 деген индексті жазбаймыз, ал оттектің индексі ол 3 болады. 6-ны 2-ге бөлсек 3. Сонда күкірт оксидінің формуласы SO3 болып шығады екен. Келесі, осы жерде мен сіздерге бір видеоны көрсетіп жіберейін. Білімімізді ары қарай бекіту үшін. Натрий және хлор ионының түзілуін өткен сабақтарда қарастырғанбыз. Енді ион зарядтарының мәніне көңіл аударайық. Натрий өзінің сыртқы энергетикалық деңгейіндегі электрон санын беріп, оң зарядталады. Хлор өзінің сыртқы энергетикалық деңгейіне электрон санын қосып алып, теріс зарядталады. Натрий ионы түзілгенде оның ядросының заряды жалпы электрондар санынан бір бірлікке артық болуына байланысты бөлшек заряды +1. Хлор ионының ядро заряды электрондардың жалпы санынан 1-ге кем, сондықтан ол бөлшек 1- зарядты. Нөлдік қосынды тәсілі бойынша зат формуласын құру үшін мына заңдылықтарды негізге аламыз. Қосылыс молекуласы құрамына кіретін бөлшектер зарядтардың алгебралық қосындысы 0-ге тең болады. Крест әдісі бойынша қосылыстардың формуласын табу. Крест әдісі қосылыстар формуласын құрастырудың ең тиімді жолы болып табылады. Магний, мысалы магний хлоридін алып көрейік. Магний периодтық жүйенің 2-ші тобында орналасқан 2+ зарядын көрсетеді. Хлор периодтық жүйенің 7-ші тобында орналасқан минус зарядын көрсетеді. Енді төменгі жаққа элемент таңбаларын жазайық. Магний және хлор. Магнийдің 2+ ионын зарядын алып тастап, 2 санын хлордың төменгі жағына жазамыз. Хлордың -1 минус таңбасын алып тастап, 1 санын магнийдің төменгі жағына орналастырамыз. Бірақ бір индекс жазылмайды. Сонда бізде магнийдің 1 атомы, хлордың 2 атомы түзіліп тұр. Олай болса, магнийдің алдындағы 1 саны магнийдің жаққа орналастырамыз, бірақ 1 саны жазылмайды. Ал хлордың астындағы 2 санын хлордың жанына орналастырамыз. Нәтижесінде 2+ және хлордың 2-ні көбейтеміз -1-ге. Сонда бізге +2 мен -2 нөлді береді. Келесі кезекте кальций оксидін алып көрейік. Кальций периодтық жүйенің 2-ші тобында орналасқан 2+ зарядын көрсетеді. Оттек периодтық жүйенің 6-ші тобында орналасқан 2- зарядын көрсетеді. Төменгі жаққа элемент таңбасын жазайық. Кальций және оттек. Кальцийдің 2+ зарядын алып тастап, оттектің төменгі жағына 2 индексын жазамыз. Оттектің 2- зарядын минусын алып тастап, 2-сін кальцийдің төменгі жағына жазамыз. Нәтижесінде кальций 2O2 шықты. Енді бұл екілер 2 индексті 2-ге бөлінеді. 2-ні 2-ге бөлсек 1 болады. Бізде 1 индекс жазылмайды. Демек, кальций О. Тексеріп көрейік. Бізге +2 мен -2 нөлді береді. Нөлді береді. Келесі кезекте хром сульфидін алып көрейік. Хромның 3 валенті. Хром 3+, күкірт 2-. Төменгі жаққа таңбаларын жазамыз. Хром және күкірттің.
хромның 3 валентті ион зарядын алып тастап, 3 таңбасын күкірттің төменгі жағына орналастырамыз. Күкірттің 2- таңбасын алып тастап, 2 санын хромның төменгі жағына орналастырамыз. Хром 2, S3 шықты. Олай болса, хромның төменгі жағында индекс санын хромның жанына орналастырамыз. Күкірттің жанындағы 3 индекс санын күкірттің жанына орналастырамыз. Нәтижесінде 2-ні плюс 3-ке көбейтсек плюс 6, 3-ті минус 2-ке көбейтсек минус 6. Бізге плюс 6 мен минус 6 нөлді береді. Рахмет, балалар. Сәлем достар, менің есімім Қайырбек, мен химия пәні мұғалімімін. Сіздерге келесі осы алған білімімізді мына бекіту тапсырмасы арқылы анықтап алсақ деймін. Алған білімімізді мына бір тапсырмаларды орындап бекітіп алайық. Бірінші тапсырма нөлдік қосынды әдісімен келесі қосылыстардың формулаларын құрастырыңыз. Алюминий хлориді және азот бесвалентті оксиді. Бұл жерде сіздер нөлдік қосынды әдісімен қосылыстардың формуласын құрастыруды білетін боласыздар. Егер осы екі қосылыстың біреуін жазып үлгерген болсаңыздар, ары қарай тексерейік. Дұрыс жауабы алюминий хлориді. Бізде бастапқыда қандай индекс қоятынымыз белгісіз, бірақ тотығу дәрежелерін олардың топ номеріне қарап білеміз. Алюминий X3+ тотығу дәрежесін көрсетсе, хлор Y-1 тотығу дәрежесін көрсетеді. Математикалық жолмен теңдеу құрастырамыз. Алюминийдің 3+ тотығу дәрежесі атом саны, яғни төменгі жағында жазылған индекске көбейтеміз. 3 көбейту X. Келесі элементті қосамыз, ол хлор атомы. Хлордың Y атомы белгісіз -1 тотығу дәрежесіне көбейтіледі. Ол тең 0. Осы нөлдік теңдеуді ары қарай шығарамыз. 3x жақшаны ашқан кезде -y тең 0 болады. Бұл жерде x-іміз тең 1-ге, y тең 3-ге. Яғни 3 минус 3 ол тең 0 болады. Сонда алюминий хлор 3 болады екен. Келесі азот оксиді дәл осындай. Екі элементтің атом сандары X, Y белгісіз сандар болады дағы. Азот пен оттектің тотығу дәрежесі азотта +5, оттекте -2 екенін білеміз. Математикалық жолмен нөлдік теңдеу құрастырып, нәтижесінде N2O5 шығарамыз. Қосылыстарды формулалармен сәйкестендіріп көріңіздер. Келесі тапсырма. Сіздерге көміртектің 2 валентті оксиді, көміртектің 4 валентті оксиді, азоттың 1 валентті оксиді, азоттың 2 валентті оксиді және азоттың 3 валентті оксиді берілген. Бағанның екінші жағында жазылған формуламен сәйкестендіріп көрейік. Егер осы тапсырманы өздеріңізде белгілеп көрсеңіздер, жауабымен салыстырайық. Дұрыс жауабы. Көміртектің 2 валентті оксидінің формуласы СО, көміртек 4 валентті оксидінің формуласы СО2, азоттың 1 валентті оксиді N2O, азоттың 2 валентті оксиді NO, азоттың 3 валентті оксиді N2O3 болды. Бұл жерде сіздерге қандай қиындық туындады? Яғни қиындық туындамайды. Себебі біз оттек атомының тұрақты 2 валентті немесе -2 тотығу дәрежесін көрсететінін білеміз. Сіздерге берілген қосылыстардағы көміртектің және азоттың қанша
қанша валенттілік көрсететіні берілген. Сол бойынша формуланы сәйкестендіріп шығамыз. Яғни табу оңай болады. Формулада егер валенттілігі берілген болса, бізде автоматты түрде формуланы есімізге түсіреміз. Сонымен сіздер бүгінгі сабақта нольдік қосынды әдісімен қосылыстардың формуласын құрастыруды үйрендіңіздер. Үйге сіздерге оқулықтағы қосылыстар формулаларын құрастыру 5-ші параграфты оқуға беремін, және білімленд KZ-тегі 8-ші сыныпқа арналған тапсырмаларды орындау және сол жерде видео сабақты көріп, конспектісін оқып шығуға тапсырамын. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Көңіл қойып назар аударғандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.